Қасиетті мекен Аягөз. Аягөз деген аядай бұлақ десет. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешет. Аягөз болып ғасырлар алға көшет. Ая, көз, ая, арулар елі кешегі деп ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, 9 жолдың торабында орналасқан, махаббат ордасына айналған Аягөздің тарихи тамыры тереңде. Аягөз киелі аймақ. Әркімге өзінің туған жері, кіндік қаны тамған жерінің суы да топырағы да қасиетті. Соны біліп, сезініп, топырағының қадірін, жусанның иесін, суы мен ауасының шипа екен, ал осы жердегі өмір сүрген ата-бабамыздың рухты екен өзіміз ғана біліп қоймай, жас ұрпақ бойына сіңдіре білсек, бойымыздағы отан сүйгіштік қасиетіміз нығаят. Олай болса, Аягөз тарихынан сыр шертіп өтейін. Қаланың қазіргі атауы ауданнан ағып өтетін Аягөз өзеніне байланысты қойылған. Ғалымдардың пікірінше өзеннің аты түркілердің ай тайпасының атауымен түркше өгөз өзен, яғни ай руының өзені дегеннен пайда болған. Ал халықта түркіше ая, әдемі және көз деген нұсқа кең таралған. Аягөз жайлы әңгіме қозғалса, Аягөз ақындар елі, абыздар елі, махаббаттың бесігі деп мақтанышпен айтады. Сөзіме дәлел ретінде махаббат дегенде күллі түркі әлемінің символы болған қозы көрпеш Баян Сұлудың отаны, абыздар дегенде сонау Ташкентті билеген нар дауысты Нарынбай, Абылайдың бас елшісі қу дауысты Құттыбай, дала Прометей атанған Ақтайлақ би, Жобалай мен Серікбай билердің атамекені сонау Ақтанберді, Дулат, Әріп сияқты төкпе ақын жыраулардың батырлар дегенде сол Ақтанберді, Ер Еспенбет, Қазымбет, Орыс пен Құттымбет, Қасабай мен Шынғожа, Бердіғожа мен Шақантай, Матақ, Бөдес сияқты батырлар даласы. Аягөз ұлы Абылай ханның өз иығына алтынмен апталған тон жапқан Еспенбет батырдың туған жері. Аягөз қолындағы ту сабын келесі ту ұстарға тапсырғанша ажалмен тайталасып, жан тәсілімін ту түбінде тулап жатып тапсырған Қазымбет батырдың кіндік қаны тамған жер. Аягөз Қабанбай ту астында томағасын тұңғыш сыпырып, жоңғар шапқыншыларына найза тіреп, қылыш суырған Шынғожа, Бөдес, Бейжігіт сияқты елі мен жері үшін шыбын жанын садақ еткен батырлардың отаны. Аягөз қазақ қалмақ соғысында тынысы талмаған дауылпаздар, атақты Ақтанберді жырау мен Боранбай бидің ата қонысы. Аягөз таңдайына бұлбұл ұя салған қу дауысты Құттыбай бидің атағы алты алашқа әйгілі Ақтайлақ бидің дала Геркулесі атанған Барақ төренің де дүниеге келген өлкесі. Аягөз туған жерден бір уыс топырақ бұйырмаса, тозақтан бір кісілік орын табылар деп, сүйегін сонау Түркістанға сүйремей, туған жерге жерлеуді өсиет деген Байқара бидің, қарадан хан шыққан қисықтың да мүрдесі жатқан жер. Аягөз дуалы сөзі жалпақ жұртқа жеткен Дулат, Түбек, Сабырбай, Қуандық, алапаттарын әріппен алмастай жарқылдаған Уәйістің, Маржан сөздің киелі мұрасын ұстаған Адық, Саргөз, Төлеу, Есенсары сияқты орақ тілді отауыз ақындардың елі. Аягөз ақпанның ақырған аязында шабындап тұрған ашулы бураның жүрегін жарып жеп, жерінің басқан анадан туған Жәнібекке бата берген Қаракерей соқыр абыздың төл топырағы. 1717 жылы Қайып хан мен Әбілқайыр хан қазақ ордасының 30 мың әскерін бастап Дүрбін ойратқа қарсы аттанған. Бұл бір үміт күткен жорық еді. Аттаныс алдында біраз уақыт соғысқа жаттыққан екі жақ Аягөз өзенінде беттесті. Мылтықпен қаруланған, өзеннің арғы бетінде шеп құрған мың қаралы қалмақ ұзақты күн оқ атып, қазақтарға қарсы қадам аттаттырмады. Кеш бата ағаш кесіп, бекінісін нығайта түскен қазақтардың бір бөлігі өзеннің жоғарырақ тұсынан өтіп шеп құрды. Сөйтіп отырғанда қалмақтарға көмекке 1000 адам жетті. Үшінші күні таң бозында қалмақтарға тағы да мол әскер келіп қосылды. Тың күшпен басталған қалмақ шабуылы қазақтарды ту талақай қылды. Осыдан келіп, кейіннен Әбілқайырдың әйгілі Аягөздің кебін киеміз деген сөзі ел арасына тарап кетті. Ал қалмақтар қазақ халқымен келісімге келетін сәтіне келер болсақ, жоңғар ханы Қалдан Серен 1745 жылы өлгеннен кейін жоңғарлардың өз ішінде алауыздық басталады. Оның үстіне Қытай императоры Цинлунь әскерлері 1758 жылы Жоңғарияны жаулап алады. Осынан келіп кіші мен орта жүз жеріне қауіп төнеді. Осы жағдайларды екшелей келіп,
Абылай хан Қытайлармен арадағы қарым-қатынасты сақтай отырып, қалмақтармен шарт жасасты. Бұл шартқа отыру үшін әр жақтан 2000 адамнан қазақ қалмақ өкілдері жиналып, Аягөз өзенінің бойындағы бір соғыста қалмақтың Қандыжап деген ханы өлген Батпақсу деген саласында келіссөз жүргізді. Бұл келіссөзге Көкшетаудан Абылай хан келіп, Ер Жәнібек және басқа көптеген халқымыздың батыр бағыландары қатысады. Бұл шарт қалмақтың осы жерінде қаза тапқан қонтайшысының есімімен тарихта Қандыжап шарты деп аталса, ел ішінде бейбіт заман тыныштық орнат деген сөзбен Батпақсу өзені ендігі кезекте мамыражай өмірдің белгісі ретінде Мамырсу деген атқа ие болады. Осылайша Қандыжап шарты кейіннен халық арасында Мамырсу келісімі деген атқа ие болған. Аягөз өңірінде өткен осы тарихи оқиға бұл өлкеде болған және оған келген саяхатшылар мен зерттеушілердің назарынан еш уақытта тыс қалмаған. Аягөз бүкіл қазақ жерінің бренді болғандай, Қозы-Көрпеш пен Баян Сұлуға соғылған ғажап мавзолей орныққан орын. Таңсық теміржол бекетінен күнбатысқа қарай 10 шақырымдай жерде Аягөз өзені табиғат ананың шебер қолмен ерекше әдемі сызылған жарты шеңбер бойымен садақтың иіндей арна жасап ағып өтеді. Осы иіннің дәп ортасындағы биікше төбеде махаббат мавзолейі тұр. Біз осы уақытқа дейін қос ғашыққа арналған жауһар жырға таңданумен шектеліп бізде жұмбақ тұнған үнсіз архитектуралық кереметтің ішкі сырына үңілмеппіз. Ескерткіш адырнасы 10 шақты шақырымға тартылған алып садақтың алып жебесіне құсайды. Мавзолей пирамида үлгісімен қаланған. Бұл да 4 қырлы, бұл да сүйір. Ескерткіш өткеннің жай жаңғырығын емес, рухани өнегесінің толғаныс күйзеліске толы темпераментін бүгінге салқындамаған қызумен жеткізді. Түн түнегінің ызғарын да, күн күнесінің шуағын да кейінгі ұрпақ зердесіне аманаттапты. Осындай тарихы тағылымды өңірдің келешекте дауылға да, жауынға да қарсы қона беретін сан ақиықтарға толғақты болатынына күмән жоқ. Тектілік тамыры Аягөзде соғуын тоқтатпақ емес.